Егер сіз де тамақты сумен бірге ішетін болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Шындығында да қазір соңғы уақытта көп адамдар тамақпен бірге суды араластырып ішеді. Ол әрине зиян. Себебі тамақ жеген кезде адамда қышқыл сөл бөлінеді. Егер де сіз тамақпен бірге су ішсеңіз, сол қышқыл сөл керісінше сілтіленеді дағыны тамақты қорытатын ферменттер дұрыс бөлінбей қалады. Сондықтан сіздің ішкен тамағыңыз дұрыс қорытылмайды. Суды тамақтың арасында емес, керісінше оған дейін ішу керек. Тамаққа дейін 20-30 минут алдын ішу керек, немесе тамақтан кейін 1,5-2 сағаттан кейін ішу керек. Негізі тамақтан кейін суды ішу ол тамақтың тығыздығына байланысты. Егер сіздің жеген тамағыңыз қаншалықты тығыз болса, суды ішу ұзақтығы да соншалық ұзақ болады. Мысалға, сіз егер де ет жесеңіз, манты жесеңіз, палау жесеңіз, онда сіз тамақтан кейін 1,5-2 сағаттан кейін су ішу керек. Егер жеген тамағыңыздың пайдалы болғанын қаласаңыз, суды ішу уақытын сақтаңыз.